Еркектердің ең үлкен мәртебесі әйелі баласына қарап, балам, әкеңе қарашы, әкеңнен үйрен. Әкең қандай мықты. Әкеңе қарашы, ана әкең мынандай нәрселерді жасайды ғой. Сен де сол сияқты бол деген мақтау сөзіне ие болуда. Әрбір ер азамат, егер де балам дәл өзімдей болса, не істеймін деп ойлану керек. Балам мен сияқты болса, менің күнімді кешсе, менің өмірімді қайталаса бола ма дегенге жауап бере алу керек. Балаң ертеңгі күні менің әкем мынандай адам болатын, менің әкем бұндай деген сияқты сені белгілі бір образыңменен санасына сақтап, сен туралы мақтанып жүретіндей әке болу, бұл ол үшін ең үлкен мәртебенің мәртебесі. Өйткені шешесіне қарап қызын ал дейді. Шеше қызға қарап, қыз шешесіне қарап өссе, ал жігіт деген ол әкесіне қарап үлгі алады. Ол әкесі сияқты болады кейінгі күні. Қараңыздар, балаларыңызға қарасаңыздар, әрбір әрекетінде, мінезінде, сөзінде, табиғи түрде әкесінің портреті, әкесінің әрбір әрекеті, сөзі болады. Егер де қараңыз сіз өзіңіздің балаңызға, сіз сияқты болуын қалайсыз ба? Онда өзіңізді дұрыстау керексіз да. Отбасынан бастау керек. Киіміңді көрінген жерге лақтырып кету, болмаса айтып уәде бер қойып, иә балам өстейміз де қойып, оны ертеңгі күні ұмытып кету, сөзінде тұра алмау, болмаса күйеу әйеліңді келіп алып 2 күннің бірінде тоқпақтау, күндеу, ешқандай ақша таппай шалжиып жату, қай-қайдағы аузыңнан ақ ит кіріп көк ит шығып отырса, онда ертеңгі күні балаң сенің өміріңді яки сенің тұлғаңды қайталап жатса, сен осыдан мақтанар ма едің? Сол үшін еркек болдың ба, әке болдың ба, дәл соған лайықты болып жасаса әрбір ер азамат, онда қандай тамаша болар еді.